Ақылы жолдарды енгізу барысында жол бойындағы инфрақұрылым да ескеріледі. Жол бойындағы инфрақұрылым деген не? Күрделі тақырыпты қарапайым тілмен тарқатайық. Жол бойындағы инфрақұрылым дегеніміз жүргізушілер мен жолаушылардың қолайлығы үшін салынатын кешендер. Демалыс алаңдары, тұрақтар, қонақ үйлер, супермаркеттер, дәретханалар, дәріханалар және тағы да басқалары. Мысалы, Нұр-Сұлтан-Щучинск учаскесінде жол бойындағы 37 сервис нысаны, Нұр-Сұлтан-Теміртау бағытында 11 сервис нысаны, Алматы-Қапшағай бағытында 5 сервис нысаны, ал Алматыдан Қорғас бағытында 6 сервис нысаны бар. Сондай-ақ ақылы учаскелердің бойында сауда орындары, тамақтану қызметі мен жылы дәретханамен жабдықталған сервистің модульдік павильондар орнатылған. Бұл павильондар конкурс арқылы жалға беріліп, жергілікті халықты жұмыспен қамтамасыз ететіндігіне де ерекше назар аударғымыз келеді. 2024 жылдың соңына дейін республикалық маңызы бар автожолдардың, сонымен қатар ақылы учаскелердің бойында 134 кешеннің құрылысы туралы Газэнерджи, Қазтрансгаз, Компас, Синойл, Петроритейл мен М36 желілік жанар-жағар май құю бекеттермен келісімдерге қол қойылды. Заманауи кешендерде жанар-жағар май құю бекеттермен қатар қонақ үй, фудкорт, супермаркет, үлкен паркинг, жылы дәретханалар, жуыну кабиналары мен электромобильдерге арналған қуаттану көзі де болады деп жоспарланған. Біздің әлеуметтік желідегі парақшамызға жазылуды ұмытпаңыздар.